Сәлем достар, бүгін біз сіздермен past continuous жағын қарастыратын боламыз. Past continuous ол созылыңқы өткен шақ. Continuous деген сөз болғаннан кейін бірден еске ing жалғауы еске түсу керек. Етістікке ing жалғанады және етістіктің алдында was немесе were to be етістігі қойылады. Мысалы, мен ұйықтап жатқанмын, I was sleeping. Сен ұйықтап жатқансың, you were sleeping. He was sleeping, we were sleeping, they were sleeping, тағысын тағы. Болымсыз сөйлемдерде was немесе were сөзінен кейін not сөзін қоямыз. Ал сұраулы сөйлемдерде was және were сөйлемнің алдына келеді. Бұл шақты түсіну үшін бірінші бір сөйлемнен бастайық. Сен хабарласқанда мен тамақ істеп жатқан болатынмын. Тамақ істеп жатқан болатынмын, ол созылыңқы іс-әрекет. Ол ұзақ уақыттар бойы, бір уақытта емес, ұзақ уақыттар бойы орындалған іс-әрекет. Ал хабарласты ол іс-әрекеттің ортасынан бөлетін қысқа іс-әрекет. Яғни ұзағынан орындалған іс-әрекет, созылыңқы орындалған іс-әрекет ол past continuous. Ал қысқа тез арада орындалған іс-әрекет past simple. Past continuous'ты қай кезде қолданамыз? Міне қазір осы сұрақты қарастырайық. Бірінші қолданысы ол өткен шақтағы белгілі бір уақыттағы орындалып жатқан іс-әрекетті сипаттау кезінде. Мысалы, кеше сағат 12-де мен ұйықтап жатқанмын. I was sleeping yesterday at 12 o'clock. I was sleeping. Мен ұйықтап жатқанмын. Ұзақ уақытта орындалып жатты. Дәл сол уақытта ғана ұйықтаған жоқпын. Сол уақыт болып жатқанда мен ұйықтап жаттым. Бүгін таңғы сағат 9-да не істеп жатқан едің? What were you doing at 9 o'clock this morning? Ол уақытта душ қабылдап жатқанмын. I was having a shower at that time. Сонда бірінші қолданысы ол өткен шақтағы нақты бір уақыттағы орындалып жатқан іс-әрекет. Келесі екінші қолданысы ол past simple мен қатар қолданады. Ең бастапқы айтқан мысалға ұқсас. Белгілі бір уақыт орындалып жатқан кезде қысқа уақыттың ортасынан бөлінуі. Ол өтіп бара жатқан даяшыны тоқтатты. Өтіп бара жатқан созылыңқы іс-әрекет. Өйткені тоқтатқанға дейін жүріп бара жатты. He stopped the waiter who was passing by. Who was passing past continuous-та. He stopped past simple-да. Олар ұйықтап жатқан кезде бала жылай бастады. They were sleeping when baby started to cry. Олар билеп жатқанда есікті біреу тоқылдатты. They were dancing when somebody knocked on the door. Мен хабарласқанда сен не істеп жатқан едің? What were you doing when I called you? What were you doing? Созылыңқы іс-әрекет. When I called you, ортасынан бөлген қысқа іс-әрекет. Полиция оны тоқтатқан кезде ол машинені тез жүргізіп келе жатқан. She was driving very fast when police stopped her. Енді үшінші қолданысы ол екі past continuous қатарынан бір уақытта орындалған кезде. Сен кітап жазып жатқан кезде мен тамақ істеп жатқанмын. I was cooking when you were writing your book. Ол ұйықтап жатқан кезде ол спортпен айналысты. He was doing sport while she was sleeping. Мұндағы while сөзі екі іс-әрекет қатарынан бір уақытта орындалған кезде қолданылады. Мен тісімді ысып жатып ойландым. I was thinking while I was brushing my teeth. Мен жұмыс істеп жатқан кезде сен не істедің? What were you doing while I was working? Фильм қарадым. I was watching a movie. Міне, осы past simple'да білу керек заттар осы ғана. Формуласы was, were қосу, етістік қосу ing. Қолданысы өткен шақтағы белгілі бір уақытта орындалған іс-әрекеттер және past simple қысқа іс-әрекет орындалған кезде оғанға дейінгі және кейінгі орындалған іс-әрекеттер. Сонымен қатар екі қатарынан жүрген ұзақ уақыттар бойы созылыңқы орындалған іс-әрекеттер. Енді бүгінгі осы білімді бекіту үшін комментарийге келесі сұрақтарға жауап жазыңыздар. What were you doing at this time yesterday? Яғни, дәл осы уақытта кеше немен айналысып жатқан едіңіз? Сонымен past continuous жағы туралы осы. Егер сұрақтарыңыз болса, төмендегі комментарийге жазыңыздар. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар. Каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліңіздер. Келесі кездескенше, bye!